Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Илағой. Достар, сіздерден үлкен өтініш арнаға жазып кетейік. Сіздер қолдасаңыздар келесі бөлімді барынша ертерек салуға тырысамын. Ал ендеше бастайық. Қанішек маньяктардың қара тізімі. Сіздерге тарихтағы ең қатыгез маньяктарды таныстыратын боламын. Чикатило, Украина кеңес одағы кезіндегі қанішер маньяк. 1970 жылы Шахта қаласына көшіп келіп, 30-ші мектепте жұмыстайтын болып жұмысқа тұрған. 1970 жылы 12 ай 22 күннен бастап Ростов облысының қорқынышты кезең басталып, халық үйленді. Сол күні кешке 20 сағат шамасында Грушевка өзенінің маңайынан бір кішкене қыздың мәйіті табылып, Шахта қаласының 12-ші мектептің 2-ші класс оқушысы Лена екені ДНК талдаумен анықталды. Талдаудың жауабы бойынша өлтірер алдында жыныстық қатынасқа түсіп, іш жағынан неше рет пышақтаған. Бірақ сол мезетте қыз тірі болғандықтан тұншықтырып өлтірген деген қорытынды жауабы шыққан. Кішкене қызды айуандықпен өлтірген бұл қылмыстық істі уақыт созбай тез арада полициялар іздеуге салған. Ол кездері сол өлімге күдікті бұрын бір қызды күшпен артынан өлтірген 10 жылмен соқталған Александр Кравченко қамауға алған. Солай 1970 жылы 2 айда Александр Кравченко Лена қызды өлтірген деген күшпен мойындатқан. Ақырында 1983 жылы 7 айдың 5 күні 29 жастағы Александр Кравченко Чикатилоның істеген қылмыстық ісін істеді деп ату жазасына кесті. Осы сәттен бастап Чикатило қатыгез қылмысын ары қарай жалғастыруға шығып, сол кезде 17 жастағы жүзекші Мариса қызды өлтірді. Содан бастап келесі құрбандарын автобустың аялдамасы, вокзал аялдамасында деген қосаған жерлерде танысып, қыздардың ұсыныс қоятын болған. Қызықты ұсыныс қойған қыздар бұған келіскен. Сосын орманда немесе кісі жүрмейтін жерге ертіп апарып, өлтірген адамдарды бөлшектегенге құмарланатын болған. Бір мәйітті тіпті 60 неше рет пышақтаған жарасы табылған. 1984 жылы маньяктардың шарықтау кезі деп айтуға болады. Сол жылдың ішінде Чикатило 15 адам өлтіргені және барлық зардап шеккендердің саны 32 болғандықтан Шахта қаласы мен кеңес одағы қорқынышқа толы болды. Сол кездер ең жақсы деген қылмыстық детективтер тағайындалды. 1984 жылы 9 айдың 14 күні полиция капитаны заңсыз әрекет жасауды деп Чикатилоны ұстады. Осылай Чикатилоның үйін тінту кезінде пышақ, ара, арқан сияқты нәрселер табылған. Чикатилоның қаннан талдау алғанда екінші қан екені анықталды. Бірақ соңғы табылған мәйітке таяған адамның қаны 4-ші қан екені анық болған. Артынан Чикатилоның қанын 2 түрлі қан тобы екенін анықталған. Бұл мыңда бір адамда болатын ерекшелік екен. Детективтер талдау теріс істегендіктен айғақ жеткіліксіз болғандықтан Чикатилоны босатып жіберді. Жоғарыдағы тұтқындауға байланысты Чикатило өте сақ жүрген. 1986 жылға дейін бірде-бір адамға өлтірмеген. Және 1992 жылы 11 айдың 6 күні соңғы адам өлтіру жасалған. Соңғы өлген адамы 22 жастағы жүзекші әйел болған. Әйелді өлтіріп сап, орманнан шығып вокзал жаққа келе жатқан жолда алдын алу полициясы тоқтатып құжатын тексеріп, қандай да бір қателік болмағандықтан Чикатилоны жіберген. Біраз күннен соң станцияның маңайынан тағы бір қыздың мәйіті табылып, талдаушылар 7 күні алдында өлтірген анықталған.
Іздеу аясында Чикатилоның аты шыққанын детектив Костеняның назарын аударды. 1984 жылы ормандағы кісі өлтіру қылмысқа күдікті болғанын іздеп тауған. 11 айның 17-сінен бастап Чикатилоның артынан бақылайды. Бақылау кезінде күдікті нәрселер істеп жүрген және қыз әйелдермен танысып жүрген, бұрын оқиға болған жерлерде жүргені кездейсоқ болмағандықтан Чикатилоны ұстауға себеп болады. 1992 жылы 11 айының 20-сы күні Чикатило сыртынан арақ алып жатқан жерінен арнайы орындар ұстап алады. Үйінен тексеру барысында 32 дана пышақ, көп түрлі етік, белбеу табылған. Кейбірі қылмыс болған жерлерден қолдың үлгілері сәйкес келген. Чикатилоның әйелі мәлімет бойынша саяхатқа шыққан кезде қазан алып шығатынын айтқан. Оны детективтер адамның етін жеу үшін алып шығу мүмкін деген ойға келген. 10 күн бойы жауып алу барысында істі мойындамаған, дәлелдер жеткіліксіз болғандықтан детектив психологқа қаратады. 1992 жылы 11 айының 30 күні психолог сөйлесу барысында кенеттен күнәсін мойындап мәлімет бере бастады. Ол барлығы 56 адам өлтіргенін мойындаған. 1993 жылы 4 айының 14 күні оның соты басталды. Сот барысында залда Чикатило жынды адам қосап, айғайлап, тіпті жыныстық мүшесіне дейін шығарған. 1993 жылы 10 айдың 7-сі күні сот анықтап Чикатилоны ату жазасымен өлтірген. 001-467 іс файлы Чикатилоны тергеушілерінің мәлімдемесі. Егер шолу ұнаған болса, арнаға жазып, лайк басуды ұмытпайық. Келесі кездескенше. Соңына дейін көрген барлығыңызға рахмет.